айым Арсеннің кеңсесінде жұмыс істей бастады. Алғашқы күннен-ақ оның талапшылдығы мен суық мінезі қызға оңай тимеді. Бірақ айым қайтпады. Әкесінің ешқашан басыңды име деген сөзі құлағынан кетпейтін. Арсен өзіне бағынышты қызға салқын қарап жүрді, бірақ іштей оның батылдығы мен адалдығына таң қалатын. Ол айымға көз тіккен сайын жүрегінде екі сезім күресетін. Біреуі жылы, шынайы сезім, екіншісі шексіз ыза мен өшпенділік. Бір кеште кеңседе бәрі күтіп қалған кезде айым байқаусызда Арсеннің үстеліндегі көне папканы түсіріп алады. Ішінен құжаттар шашылып кетеді. Құжаттардың арасында бір сурет, ескі газет қиындысы түсіп кетеді. Онда бизнесмен Серік Мақсатұлы күмәнді өрттен қаза тапты. Іске қатысты болуы мүмкін деген адам М. Әбішев деп жазылған еді. Айымның жүректе дір ете қалды. Бұл оның әкесінің фамилиясы еді. Бірақ ол ешқашан әкесінің қылмыскер екенін естіген емес. Дәл осы сәтте бөлмеге Арсен кіріп келеді. Қыздың қолындағы суретті көріп көзі шатынады. «Қайдан алдың мұны?» деп даусы қатты шықты. «Мен тек жинап жатыр едім», деді айым сасқалақтап. Бірақ көзіндегі шынайы қорқыныш Арсеннің жүрегіне тікелей тиді. Ол үнсіз қолындағы суретті жұлып алып, ештеңе деместен шығып кетті. Айым сол түні ұйықтай алмады. Оның санасында бір сұрақ мазалады. Менің әкем шынымен біреудің өмірін қиды ма? Ал Арсен неге оны іздеп жүр? Бірақ айым әлі білмейтін. Бұл тек бастамасы еді.